Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи роббил аламин. Ассалату вассаламу аля сайидина Мухаммад. Бірлік береке бастау деген қазақта бір керемет сөз бар. Әр нәрсе бірлікке негізделген кезде береке өздігінен пайда болады екен, құрметті ағайын. Исламда да бұл нәрсе өте керемет көрініс тапқан. Тіпті құлшылықтардың өзінде, мысалы, жеке намаздан қарағанда жамағат намазының сауабы 27 есе көбірек. Яғни бұл деген не нәрсе? Мұсылмандардың жамағат намазын оқуына үндеп тұр, яғни бірлікке үндеп тұр. Сол секілді біздің мынау ораза айтымыз, құрбан айттарымыз барлығы жамағатпен, қоғаммен бірге жасалатын амалдар. Қажылыққа барған кезде де барлық рәсімдерді бірге жасаймыз, ұлтына, ұлысына қаралмайды ол жерде. Міне, бірліктің көрінісі исламда осылайша көрініс тапқан. Бұл жерде бірлікке ұмтылу үшін де әлбетте әр елде өмір сүріп жатқан ұлт өкілдері сол негізгі байырғы ұлт өкілінің тілін, салт дәстүрін, әдет ғұрпын құрметтемейінше бірлікте орнамайды екен. Сол үшін әркез бір-бірімізге құрметпен қарауымыз керек. Әркез осы қазақ елінің, қазақ мемлекетінің тілін, дәстүрін құрметтеп өтуіміз керек.